Rub, Tor, sen video түсіру керексің. Баршаңызға сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеороликте менің бір күндік өмірім атты ролик болады. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен достар, үй жылы осы просто ұйықтай беруге болады. Міне менің балықтарым. 4 штук кішкене жүрмін. Өзінің арнайы жемдері. Осылай таңертең күнде беріп тұру керек. Ал мен жалғастырамын. Dostlar, ben tang'ash болдым. Endi UFC болып жатыр екен, соны көруге шешім қабылдадым. Воскресенье күні 270 адам бірақ дауыс шықпайды. Бір жаман ноутбукта. Кім қызығады UFC-ге, комментарияға жаза кетіңіздер. Қазір осыны көп болғаннан кейін жем алуға кетеміз. Тауықтарға жем бітіп қалды. Сол. Қызықты болады деген ойдамын мына UFC. Come on UFC. Достар. Кім көріп кетті UFC 270-ті? Комментарияға жаза кетіңіздер. Ал мен осыдан кейін жем алуға баратын боламын. Құстарыма. Мен не аламын қазір барғанда? Зернасымес аламын. 2 қап 3800-ден, сосын не? Рыбакосный мука деген бар. Сосын месокосный мука аламын тауықтарға. Дұрыс туады содан. Содан кейін будинеге аламын. Сосын қаздарға бір мешок кебек аламын. Сондай шайын деп тұрады. Ал мен жемге кетіп бара жатқанда сіздерге түсіретін боламын. Да келіп жеттім, құстарыма жемдерін әкелдік, сатып алдық, қазір келіп тұрмын сол. Қаздарды мына ық жерге қуып жатырмын енді, ық жерде жүретін болады. Әйтпесе мына жер салқындық әкеледі, жел тоңады енді кішкене. Қатып қалыпты ана несі. Жай тұрдас. Нестеп берер, шашып берер, салатын жеттер. Бір жаман ана көгерсінде солар жеп қояды да. Бостан. Әне, келдер. Мына жерге бір шашамын. Мына жерге бір шашамыз. Жерге тағы бір жерге шашайық. Айтысқа бір-біріне қырылып қазір. Жей алмай қалатындары бар деген сияқты болмайды. Міне, әне. Су енді азда болсын, міне.
Жоқ қойық, қой енді мына қараңыздаршы. Жел келмейді. Не олай аяқтар енді тоңады енді. Бірақ барлығында енді табиғатта осылай істелген ғой. Сол табиғатта. Мынау енді суда қатып қалған. Тересінде болды, жабылды. Қаздардың түрін көрсетіп жіберейік тағы да. Міне жемдердің жесінен тойып тұр. Аяз көріп тұрсыздар ғой енді. Қандай аяз екен. Терезеден ақ көріп тұр. Арғада жемдер сақ қойған болатын. Кеше қораны тазаладым ғой. Оны алайын. Şimdi bәріне бердім. Енді тауықтарға суымны ішінде құйайық. Қолды ғой. Лас болып қалған. Жоқ. Екі түге салайық. Бірақ мына не сухой. Қалай жері топырақтар. Ұяға енді бәрі отырып отыр. Қараңызда от жерді деген от тұр ғой. Ол жемнің жақсы деген сөзі жемнің жақсы екенін білдіреді. Не, мына кішкентай балапандарым, тауық балапандарым әлі туған жоқ. 4-5 ай. Dostlar, sizlerмен болған мен Маруф. Видеоның соңына да келдік. Сау болыңыздар.